Сәлем, сәлем. Сіздермен бірге Ала топ. Бүгін біз Мегапарк сауда орталығына келдік. Мақсатымыз бір қызық ойын ойнау. Ойынымыздың шарты келесідей. Біз бір-бірімізге сыйлық беруіміз керек. Сыйлықтың ішінде біріншісі тәтті, екіншісі косметикалық зат, және үшіншісі тосын сый. Біздің бюджетіміз қанша? Біздің бюджет бар жоғы 1000 теңге. Иә. Студент қандай сыйлық ала алады екен? Бірге көрейік. Кеттік. Ең бірінші бірге барып косметика алайық. Теңге деп тұрмын. Достар, мына жерде біз даже бар ғой, 500 теңгеге зат таба алмай жатырмыз. Себебі барлығы өте қымбат екен. Жүріңіздер, сабын алайық. Сабын, так, сабын бағасы 600 теңге екен. Осы сабынды аламыз. Нет, не надо. Да, есть, но сейчас не надо. Достар, енді бізде 700 теңге қалды. Біз 700 теңгеге қазір тәтті алуымыз керекпіз. Сол себепті Магнумға барамыз. Достар, барлығы өте қымбат. Біз қарапайым сабынды 700 теңгеге алдық. Так. Тәтті зат көрейік. Тәтті заттарын аяқта секілді. Сояққа барайық. Так. Мен өте жылдам жүрем. Осындай аламыз, оның бағасы 365 теңге. Так, енді бізде тосын сый затқа 500 теңге қалды. Кеттік. Сөз айтамын, достар, бұл нағыз тосын сый болды. Менің қазір енді 500 теңгеге не аламыз? 500 теңгеге. Ана жерде магнитик па, сондай ала салайық, ә? Кеттің әксіпе. Саламатсыз ба? Сізде 500 теңгеге не бар? 300 теңге жоқ. Ана жерде ше. Бұл жерде жоқ. 500 теңгеге зат бар ма деп сұрап жатыр. Саламатсыз ба? Аға, 500 теңгеге не бар? Көрсетесіз ба? 500 теңгеге ма? Наклейкалар бар, значоктар бар, татушкалар бар, стикерлер бар. Осындай стикер бар. Оплата каспика. Достар, қараңыздар, біз 1000 теңгеге, мен 1000 теңгеге не алдым? Осындай сабын. Бұның бағасы 700 теңге. Және осындай киндер, бұның бағасы 300 теңге. Және 500 теңгеге наклейка. Енді жанайдықын көреміз. Достар, ең бірінші мен Магнумға кіріп көргім келеді. Себебі мен ойымша негізі Золотое яблоко немесе басқа да дүкендерде арзанға зат таппаймыз. Сондықтан бірге Магнумды көрейік, кеттік.
өте қызық болып тұр маған да. Алтынай не береді екен? Маған ең андай бір қызығы бір тосын сый болып тұр. Соны бір ерекше етіп бергім келіп тұр негізі. Енді тапсақ көрейік. Ең бірінші әрине біз тәттіге барайық, ең оңайына. Мына жақ қымбат. Мына жақты көрсек. Киндер. Менің ойымша оны Алтыш жемейтін сияқты. Сондықтан да кішкене жүрейік, тағы көрейік. Мына шоколадтар достар өте қымбат екен. Студенттер шәкіртақы түскенде ғана жейтін шығар деп ойлап тұрмын енді. Масқара ғой бағасы. Бағасын жақтан түсір, иә. О, сникерс бар екен 369 теңгеге. Базовый минимум мен ойымша жарайтын сияқты. Ендеше осыны алайық. Енді косметикалық заттарға барып көрейік, негізі магнумда болу керек. Достар, мен антистресс тауып алдым. Мынадай бар екен, мынадай бар екен. Тосын сыйға мен осыны алсам ба деп тұрмын. Мынадай жасылы бар, тағындай. Қыздарский бір цвет жоқ екен. Көгін алып тұр маған. Осыны алайық одан да. 700 теңге. Сонымен бізде аз ақша қалды. Ой, бізде енді не қалып еді? Косметикалық зат қалды, иә. Косметикалық затты енді басқа жаққа барып қарайық. Достар, мен косметикалық затты басқа жаққа емес, магнумнан ала салатын болдым. 495 теңгеге. Өте керек зат. Бұл бізде қолға арналған крем. Бізде универде міндетті түрде әкеліп жағатын әдетіміз бар. Сондықтан да Алтошқа осы үшеуін алсам ба деген шешімге келдім. Енді кеттік бірге кассаға барып төлеп, Алтынаймен кездесіп, ол қыз қайда жүр екен, бірге сыйлығымызды табыстайық. Бізде суммамыз 1600 теңге болып кетті, өкінішке орай. Сол үшін мен сникерсті тастап, орнына қойып, одан да сәл-пәл енді арзанырақ бюджетімізге сай зат алсам ба деймін. О, орбит тұр екен. 49 теңге артып кетті. Менің ойымша ештеңе етпейді. Оның арысына берісіне. Достар, біз Алтынаймен келістік, қай жерге барып кездесетінімізді. Ендеше бірге кеттік, көрейік. Біз Жанаймен кездестік. Қазір енді сыйлықтарымызды көрсетеміз. Ең бірінші косметикалық заттан бастайық. 1, 2, 3. Бұл осындай сабын. Ең арзан өзі болды. Үйде сабын өте пайдалы. Мен крем для рук, бұл менің прям күнделікті қолданатын самый керек нәрсе. Иісі де күшті екен. Келесі енді жейтін тәтті зат. 1, 2, 3. О, мен киндер каунтерді қатты жақсы көремін ше. Мен ғой жадайсады. Арбузный самый любимый вкус. Бізде не ғой андай телепатия ғой, бірімізді не жақсы көретінімізді білеміз. Келесі бізде тосын сый. Енді бұл маған өте бір қызық болып тұршы. Тұрғанда да соны қызық үшін жасадық. Давай. 1, 2, 3. Та-дам! Осындай наклейкалар. 3D наклейка, еще мынандай капибарамен екен. Менің өзім не сыйға? Жақсы. Мен енді Алтыш көп стрессқа түспесін деп сабақтардан антистресс сатып алдым. Ашып көрші. Көрейік. Қазір көрейік. Қайсын өзімше. Иә, қандай күшті. Алтыш енді стрессқа түсіп маған ұрыспайды. Иә. Достар, керемет. Көрейікші. Күшті екен. Бар, өзіме де сатып аламын ғой. Не? Тамаша. Не дейміз енді? Тамаша. Сөзге айтса енді қасы. Не дейміз, достар? Сөзге дейміз. Біз осымен осы шығарылымды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Алла топ. Біздің арнамызға жазып, лайк басып кетіңіздер. Алда талай қызықтар болатынына сеніміміз көп. келесі кездескенше.